Бастайын ба? Тағы да сәлем оқушым, көпбұрыштар тақырыбына арналған видео сабағымның екінші бөліміне қош келдің. Біз бірінші бөлімде жалпы әлі теориялық бөлімді айтып жатырмыз. Қазір екінші бөлімде де әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Ендеше кеттік, бисмиллах деп бастаймыз. Оқушым, сен сабақ жоспарымен таныссың, әлі біз осы теориясында жүрміз. Ендеше кеттік, бастамай қойық десеңе. Су төгіліп кетті ма? Қайттан бастап жерге? Бастап кете берейін ба? Тағы да сәлем оқушым, көпбұрыштар тақырыбына арналған видео сабағымның екінші бөліміне қош келдің. Біз бірінші бөлімде жалпы теория айтып жатқан болатынбыз, әлі де біз теорияны жалғастырамыз. Ендеше кеттік, бисмиллах деп екінші бөлімді бастаймыз. Оқушым, сен сабақ жоспарымен таныссың, мен байқасаңдар барлық формулалардың қайдан шыққандығын түп тамырын айтып жатырмын. Кеттік, бастадық. Енді әрмен қарай, жалпы бізде дұрыс көпбұрыш ұғымы. Дұрыс көпбұрыш бұл барлық қабырғалары мен барлық бұрыштары тең болатын көпбұрыш. Негізгі кілттік сөздер мыналар: барлық қабырғалары, сосын барлық бұрыштары тең. Вот осы. Барлық қабырға мен барлық бұрыштары тең болса, онда ол дұрыс көпбұрыш деп аталады екен. Енді осылардың ішіндегі ең көп таралған дұрыс көпбұрыш ол дұрыс алты бұрыш деп аталады. Осын жақсылап жазып алайық. Ең кең таралған, осыға байланысты өте көп есеп кездесетін көпбұрыштардың бірі дұрыс алты бұрыш. Осыған көп есеп кездеседі. Негізі мынау бал арасының ұясы бар ғой, осы негізі көпбұрыштарға негізделген ғой. Именно соның ішіне дұрыс алты бұрышқа негізделген. Олай болса, кеттік, дұрыс алты бұрыш туралы мәліметтер айта кетейік. Жалпы дұрыс көпбұрыш туралы біз уже білеміз. Енді соның ішіне кең таралған түріне негізі тоқталмайды, негізінде. Мынау жеке түріне тоқталмайды негізі еш жерде ше. Бірақ осы жерде мен дұрыс алты бұрыш түріне именно жекелей тоқталып кеткім келіп тұр, өйткені есеп көп кездеседі. Сол үшін бал жоғалтпас үшін жекелей тоқталып кетейін. Ал кеттік. Жазып қойық. Көпбұрыштардың ішінде дұрыс алты бұрыш. Жекелей тоқталып жатырмын. Бұрын соңды біз оқушыларға бұлай айтпайтынбыз негізі жекелей. Енді бұл барлық алты қабырғасы мен барлық алты бұрышы тең болатын көпбұрыш. Уже түсінікті, Енді қараңдар, оның қасиеттері. Біз енді дұрыс алты бұрыштың суретін көріп тұрмыз. Барлық қабырғалар барлығы А болады, Мысалы, бір қабырғасы 2 болатын дұрыс көпбұрыш десе, дұрыс алты бұрыш десе болды. Барлық қабырғасы 2-ден болады. Енді қараңдар, бірінші қарама қарсы төбелерін қосқанда 6 тең шамалы үшбұрышқа бөлінеді. Яғни тең шамалы дұрыс үшбұрышқа бөлінеді еще. Мына қарағанда қарама қарсы төбелер деген қайсы? Мысалы, мына төбесін, оған қарама қарсы төбесі мынаған қосайық. Келесі, мына төбесін, оған қарама қарсы мына төбесіне қосайық. Келесі, мына төбесін, оған қарама қарсы мына төбесіне қосайық. Болды, осымен тоқтайды. Уже қарама қарсы басқа төбелер қалмады. Тек қана қарама қарсы төбелермен ғана қосамыз. Сонда мынау барлығы диагональ емес, мынау негізі диагональдар, бірақ барлық диагональ емес. Мысалы, мынау да диагональ бола алады, мынау да диагональ болып кете алады, бірақ барлық диагональды алмаймыз. Біз просто қарама қарсы төбелерін қосамыз, хорошо? Осыларды қосқан кезде тең шамалы 6 үшбұрыш болады ғой, аудандары S болатын. Еще бұл үшбұрыштың өзі тең қабырғалы болып кетеді. Мынаны жаттап ал сонда. Олай болса, бұлардың аудандары S болатындай үшбұрышқа бөлінсе, міне тең шамалы дұрыс үшбұрышқа бөлінеді деп айтып тұр. 6 дұрыс үшбұрыш. Әрбір сөзіне мұқият қара. 6 тең қабырғалы үшбұрышқа бөлінді. Идеально кетті. Енді қараңдар. Осы кезде тең қабырғалы болса, онда мына қабырға үшбұрыштың А болып тұрса, онда мынау да А, мынау да А, барлығы А болады деген сөз. Ішінде қандай қабырға кездеседі, оның барлығы А болады деген сөз. Барлығы Адан тұрады. Так, Аны мен мына жерге жазып қоя салайын. Енді қараңдар, осы кезде келесі екінші нәрсе. Сырттай сызылған шеңбердің радиусы алты бұрыштың қабырғасының ұзындығына тең дейді. Егер де бізге осыған сырттай шеңбер сызады десе, оқушым жаттап ал. Кез келген көпбұрышқа, енді дұрыс көпбұрыштарға салынады ғой. Дұрыс көпбұрышқа сырттай шеңбер сызылса, ол жанасады қай нүктелермен? Әрине мына көпбұрыштың бұрыштарымен, яғни төбелерімен жанасады. Міне сырттай шеңбер сызып жатырмын. Мына А дегендер көрінбей қалуы мүмкін. Әдемілеу болып сызылады. Міне сырттай сызылды ғой шеңбер. Сол шеңбердің центрі
мынау үш қарама қарсы төбесін қосқан кезде пайда болған кесінділердің қиылысу нүктесіне түседі. Көрдің ба? Центрі мынау О нүктесі. Енді қара, онда сырттай сызылған шеңбердің радиусы деген центрін шеткі нүктемен байланыстыратын кесінді. Олай болса, мына төбесімен байланыстыра саламын. Әр төбесімен дедім ғой, өзі 6 бұрыштың 6 төбесі бар. Сол 6 төбесіне тиіп өтеді ғой, жанап өтеді. Тиіп өтеді. Сонда мынау бізде радиус болып кетеді ғой. Олай болса, радиусым бұл не нәрсеге тең? Мына А-ның өзіне тең болып тұр, көрдің ба? Сонда сырттай сызылған шеңбердің радиусы 6 бұрыштың қабырғасының ұзындығына тең деп соны айтып жатыр. Көрдіңдер ме? Вот осыны жақсылап жазып алыңдар. 6 бұрыштың қабырғасы итакта изначально ең басында А еді, онда радиус сырттай сызылған шеңбердің радиусы сол А-ға тең. Сонда мысалы, сендерге айтса, дұрыс 6 бұрыштың қабырғасы 4-ке тең. Сырттай сызылған шеңбердің радиусын тап десе, радиусын 4-ке тең дейсің. Сырттай сызылған шеңбердің, значит, мен ауданды таба аламын онда. Пи р квадратпен, Вот осындай. Екіншісі өте тамаша нәрсе. Енді келесі үшінші. Іштей шеңбер сызылса енді не болады? Олай болса, мен қазір мына сырттай сызылған шеңберім тұра берсін. Іштей шеңбер сызылса, енді оқиға былай өрбиді. Егер де дұрыс көп бұрышқа іштей шеңбер сызылатын болса, уже ол мына бұрыштарына жанай алмайды. Жаңа сырттай сызылғандікі бұрыштарына жанады ғой. Ал іштей сызылғандікі енді қандай нүктелерге жанасатын? Әрбір қабырғасының ортасына жанасады ғой. Мына қабырғаның ортасына, мына қабырғаның ортасына, мына жерге жанасады. 6 қабырғаның алтауының да ортасына, қақ ортасына жанасады. Сонда міне мынандай шеңбер пайда болады бізде. Әдемілеп салуға тырысайын, сосын артық нәрселерді өшірем қазір. Міне көрдің ба? Іштей шеңбер сызылды. Дәл қазір мен сырттай сызылған шеңберді өшіргім келмей тұр, обидно болады. Сол үшін мен аларды өшіртайын пока что. Міне. Сырттай сызылған шеңбердің радиусы ол А-ның өзіне тең. Ал енді іштей сызылған шеңбердің радиусы не нәрсеге тең? Ол әрине, жаңа біз әрбір қарама қарсы төбелерін қосқан кезде не пайда болды бізде? Осындай, осындай, осындай. 3 бөлікке бөлген кезде 6 теңдей үшбұрыш пайда болды, тең қабырғалы. Олай болса, мен қазір бүйтем. Егер де мына үшбұрыштың қабырғасы А болса, мына қабырғасы А болса, мынау да А болып тұрса, осы үшбұрышта, олай болса, бұл іштей сызылған шеңбердің радиусы деген енді центрі мына жерге түсе береді ғой. Радиусы уже мына жанасу нүктесіне түседі, всегда жанасу нүктесіне. Онда ол мына қабырғаның ортасына, қақ ортасына түседі, және ол жанамаға 90 градус бұрыш жасайды. Бұрыннан білеміз, ол туралы. Енді қара, мынау қабырғасы А болатын үшбұрыштың мынау биіктігі ғой шейін. Олай болса, іштей сызылған шеңбердің радиусы ол осы 6 тең шамалы үшбұрыштарға бөлінді ғой. Сол үшбұрыштың, міне пайда болған дұрыс үшбұрыштың биіктігіне тең. Ол қалай? Сонда кішкентай r болып аталады ол. Значит, кішкентай r іштей сызылған шеңбердің радиусы, онда бір тең қабырғалы үшбұрышқа салынған биіктіктің формуласын еске түсірейікші. h тең a түбірас 3 бөлінген 2 еді. Олай болса, мен тұрамда r тең a түбірас 3 бөлу 2 дей салам. Бітті? Сонда радиусымыз a түбірасындағы 3 бөлінген 2 бола салады. Міне осы. Әдемілеп түсіндіріп жатырмын. Өте мықты түсіндіріп болып жатыр. И дальше мына жақта тікбұрыш шығады. Кейбір есептерде қолданатын мәліметтер пайда болады осы кезде. Так, бұған мен әзірше тиіспеймін. Сонда дұрыс 6 бұрыш болатын болса, соған іштей сызылған шеңбердің радиусы ол мына бір пайда болған үшбұрыштың биіктігіне тең ғой. Тең қабырғалы үшбұрыштың. Әрине тең қабырғалы дұрыс үшбұрыштың биіктігі a түбірас 3 бөлу 2 еді. Оны біз бірінші айдың ең бастапқы тақырыптарында өткен болатынбыз. Тең қабырғалы дұрыс үшбұрыш деген тақырыпта. Енді кеттік. Енді осы кезде дұрыс 6 бұрышта бізде үлкен диагональ және кіші диагональ деген ұғымдар бар. Осы туралы айта кетейін. Бұл тек қана дұрыс 6 бұрышта емес, көптеген көп бұрыштарда үлкен кіші диагональдар деген ұғымдар бар. Енді қараңдар, осы кезде мен аларды енді өшіріп тастайын. Пока что мына екеуін өшіріп тастайын. Енді мынаны жақсылап суретке түсіріп алу үшін күштілеп тұрып түсіндіріп бердім. Енді мен бұны қазір өшірем. Так. Енді үлкен кіші диагональдар туралы айтамын. Мынаның бәрін алып тастаймын. Міне сырттай сызылған шеңбердің радиусы қалсын, іштей сызылған шеңбердің радиусы қалсын. Значит, көрдіңдер ме міне? Қабырғаның қақ ортасына түскен ғой. Значит, мына А деген қабырғаны екіге бөледі негізі бұл іштей сызылған шеңбердің радиусы. А бөлінген 2 және А бөлінген 2 деп. Сонда мына жер бізде А бөлінген 2, на всякий случай. Мына жер А, мына жер А түбірас 3 бөлу 2. Сонда тікбұрышты үшбұрышта егер мына жерде альфа бұрышын синусын, косинусын тап десе, мысалы синусы деген қарсы жатқан катеттің А бөлінген 2-нің аға қатынасы деген сияқты. Солай кете береді ғой. Одан кейін косинусы мысалы іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы солай кете береді. Енді бұны да өшіре салайын. Уже түсінікті деп ойлаймын. Оқушым артқа айналдырып есі что не істеп ал?
әрине міндетті түрде сызып ал, жаңағы сызып бергенді. Өте мықты ақпараттар сызып бердің негізі. Енді мен қазір мыналардың бәрін өшіремін. Осы кезде үлкен диагональ, кіші диагональ туралы түсінік қалыптастырып бергім келіп отыр. Олай болса, мен қазір былай істесем. Мысалы, мына төбесін өзінің сол жақ көршісіне, оң жақ көршісіне және өз-өзіне қоса алмаймын. Сонда мына төбесіне қосуыма болады. И мына төбесіне қосуыма болады. И мына төбесіне қосуыма болады. Сол кездегі оқушым қарама қарсы, яғни ең алыс төбесіне қосылған кесінді пайда болған диагональ бұл үлкен диагональ деп аталады. Ал мынау ше, мынау бізде кішкентай диагональ деп аталады екен. Кіші диагональ, көрдің ба? Себебі жақынырақ төбесіне, ең жақын жатқан төбесіне. Өзі мынаған итақ қосыла алмайды, онда келесісіне қосылып тұр ғой. Сол кезде мынау кішкентай диагональ, мынау ұзын диагональ, мынау алысқа кететін. Көрдің ба? Үлкен диагональ, кіші диагональ деген ұғым осындай. Кейде ортаншы диагональ деп жатады, ол енді 6 бұрыштан көп, мысалы 8 бұрыш сондайлар беріліп жатқан кездерде ортаншы диагональ деген болады. Уже орташасы да, мына жақта бір төбесі болса, соған қоссақ орташа диагональ болады ол. Ортаншы диагональ. Енді қараңдар. Мен осы дұрыс 6 бұрыштың енді үлкен диагоналінің ұзындығын табуды айтып кетейін. Егер де біз осы дұрыс 6 бұрыштың барлық қарама-қарсы төбелерін қоссақ, онда теңдей 6 үшбұрыш шығады дедім ғой. Онда мына қабырғасы А, мына бүкіл жері А болатындығын айтқан болатын. Сонда біздегі мына үлкен диагональ деп отқанымыз міне мынау емес пе? Олай болса, мына жері толыққанды екеселенген А болады. Міне үлкен диагональ тең болады екеселенген Аға деген осыдан шыққан ағайын. Енді бұл түсінікті. Бұл жерде енді өшірем. Кіші диагональ табайық енді. Мына жерде өшірем. Мынау бізде үлкен диагональ. Енді кіші диагональ ол қалай есептеледі? Мынау енді А-дан екеселенген А деп қоя салайын. Д үлкен, ол екеселенген А. Еш жерде бұлай айтылмайды негізі, онша айтыла бермейді. Біз ғана демей ақ қояйын, енді айтатындар бар шығар, бірақ байқамаймын да көп жерде бұндай заттарды айтатын. Жекелей тоқталып тұрық біз дұрыс 6 бұрышқа. Енді кіші диагональ ол мынау. Енді ойлан, мысалы мына төбесіне қосылады да, сәл қателеу қосып қойдым. Міне. Мына жерде кіші диагональ пайда болды. Д кіші. Енді осы кезде біз енді бір нәрсені білу керекпіз. Дұрыс 6 бұрыштың ішкі бұрыштары қанша градустан дегенді білу керекпіз. Мен соны айта кетейін. Оны. Мен ұзақ түсіндіріп жатырмын, сендерге пайдалы болу үшін. Мынаның бәрін қосқан кезде қайтадан түсіндіретін нәрсе болып қалды. Қосқан кезде бізде тең қабырғалы үшбұрыштар пайда болды ғой. Тең қабырғалы үшбұрыштың бүкіл бұрыштары 60 градустан, яғни мына жер 60, мына жер 60, мына жер 60. Одан кейін мына жер 60, мына жер 60, мына жер 60, мына жер 60. Енді қара. Осы кезде мен енді бүйтсем, мысалы, мына бір төбесін өзгертсем, сол кезде бір ішкі бұрышы шығады ғой, мына жер бір ішкі бұрышы толыққанды. Значит, дұрыс 6 бұрыштың бір ішкі бұрышы 60-60-тан бөлініп тұр, онда ол қанша градусқа тең? 120 градусқа тең. Егер оны білгің келсе, жекелей білгің келсе, мына формуламен тапсаң болады. n-2 көбейтілген 180 деп ішкі бұрыштардың суммасын табасың, сосын соны n-ге бөлесің. n орнына енді 6-ны қой. 6-ны 2-ні алсаң 4, 4-ті 180-ге көбейтіп 6-ға бөлем, 180 мен 6 қысқарады 30, 34-ке көбейтсең 120 шығады. Көрдің ба? n орнына 6 қойсаң 120 деген бір ішкі бұрышы шығады. Оны шатаспайсың, просто тең қабырғалы үшбұрыштан бөлінген кезде, енді 60-60-тан бөлінген кезде мынау полный 120-ны береді ғой. Бір ішкі бұрышы 120. Сыртқы бұрышын тап десе, онда сыртқы бұрышы мына жағы 120 болса, онда мына жағы явно 60 болады. Вот осылай. Себебі ішкі және сыртқы бұрыштарын қосын 180 береді. Енді бұл 120 градус екен білдік. Олай болса мен мына жердегі бір ішкі бұрышын 120 градус деп қоям. Енді қараш, кіші диагоналін айтайыншы осы кезде. Так, мына жерде артық нәрселерді өшіріп тастайын. Енді үлкен диагональ туралы айтылды. Кіші диагональ туралы мен енді мына жерге кіші диагональ түсірем. Мынау бізде кіші диагональ. Мынау Д үлкен диагональ, ол екеселенген Аға тең болды. Адан кіші диагональ не нәрсеге тең? Оқушым есіңе түсір. Мына үшбұрыштардың, тікбұрыш үшбұрыштардың ерекше тікбұрыш үшбұрыштар дейтінді өттік қой біз, сол кезде 30-60-90 болатын тікбұрыш үшбұрышты өттік, сосын 90-45-45 болатын тікбұрышты үшбұрыштарды өткен болатынбыз. Тең берілі тікбұрыш дегендер, тікбұрыш үшбұрыш дегендер. Сол кезде мен қосымша мәлімет бергенмін қандай? Мынандай. Егер де саған оқушым үшбұрыш беріліп, мына жердегі бұрышым 120 болып, мына жер А-дан болса, мынау міндетті түрде А түбіраш болады, жаттап алшы деген болатын. Сол кезде мынау А болып тұр, мына тең берілі үшбұрыш пайда болды. Значит, оның 120 градусқа қарсы жатқан табаны А түбірасты 3 болады. Бұл Д кішкентай диагональ. Көрдің ба? Кіші диагональ сол үшін де А түбіраш 3-ке тең. Қайдан қорытылып шыққандығын айтып жатырмын. Немесе синустар теоремасымен қорытсақ болады, мынау 120 болса, енді біз білеміз, мыналар 60-60-дан екендігін. 30-30-дан екендігін. Сонда синустар теоремасымен өткен тең берілі үшбұрыш қой, 180-120 алсақ 60, дальше 2-ге үлестіріп берем 30-30-дан.
Сонда мына жерде x деп ал, сонда x бөлінген синус 120, a бөлінген синус 30 деп сол жерден x-ті тапсаң a түбіраш шығады. Вот осы нәрсені жасап көрсең болады. А мен сендер жаттап алған жаттанды нәрсеме айтып жатырмын, жайдан жай жаттатқызған жоқпын бұл нәрсені сендерге. Енді осы кезде кіші диагоналдарының саны 6 штук, осындай кіші диагональ саны. Үлкен диагональ саны 3 штук болады екен. На всякий случай жазып қоя салдым. Міне оқушым, осы бетте айтылған мәліметтердің барлығын жақсылап жазып ал, жаттап ал, өте тамаша нәрселер үйретіп бердім. Енді қара, саған осындай дұрыс алты бұрыштың ауданын тап десе, сен бір қабырғасын береді ғой, екіге тең деп. Сол кезде сен дұрыс теңде 6 үшбұрышқа бөлді, бір үшбұрыштың ауданын тапсаң болады ғой. Бір үшбұрыштың ауданы тең қабырғалы үшбұрыштың ауданы а квадрат түбіраш бөлінген 4 қоя. Тең қабырғалы үшбұрыштың ауданын тауып, соны 6-ға көбейтсең болады. Себебі 6 штук үшбұрышқа бөлінеді ғой ол. Міне осындай. Міне ең басында S деп бөліп бердім ғой мен 6 үшбұрышқа. Мына жердің бәрін егер артық нәрселерді енді өшіріп, қайтадан жазатын болсақ, бүкіл айтқан нәрселерімді оқушым есіңе сақтап тоқып отыр, жазып ал әрине. Енді қараңдар. Мына екі төбесін қосам, мына екі төбесін қосам, мына екі төбесін қосам. Аудандары S. Көрдің ба? Сонда тең қабырғалы бір үшбұрыштың ауданын табамын. Не үшін тең қабырғалы? Себебі А-дан бөлінеді. Бір тең қабырғалы үшбұрыштың ауданын тауып 6-ға көбейте салсам менде шығады. Мысалы, мына жерден допустим, 2-ні қойсақ 2-ның квадраты 4, 4 пен 4 қысқарып түбіраш шығады. И сен 6s табасың, сол кезде сенде дұрыс алты бұрыштың ауданы пайда болады. Сонда 6s-ның орнына түбірашты әкеп қоям, 6 түбіраш болып кетеді ол кезде. Әрине қабырғасы 2-ге тең болатын болса. Значит, тең қабырғалы үшбұрыштың аудан табу формасын ұмытпау керекпіз ғой біз. Міне осының барлығын жазып ал, жаттап ал, мен келесі бетке көшемін. Енді келесі бетте дұрыс көпбұрышқа сырттай және іште сызылған шеңбердің формуласы бар. Одан кейінгі бетте дұрыс көпбұрыштың ауданы бар. Бұлардың барлығын мен келесі видео сабаққа қалдырып, келесі видео сабақта бұл формулаларды түсіндіріп, сөйтіп барып өткім келіп отыр. Ал сен осы бетте жазылған материалдардың барлығын жазып ал, жаттап ал. Олай болса мен видео сабағымның екінші бөлімін тәмамдаймын. Келесі үшінші бөлімде жүздескенше.